Қаза оразасын қай кестеге қарап өтейміз. Рамазан айынан кейін оразаның қазасын өтейтін кісі күнделікті намаз кестесін негізге алады. Дәлірек айтқанда, таң намазы кірген уақыт ауыз бекіту уақыты болмақ. Сол уақытқа дейін сәреңізді ішіп жеуге рұқсат. Ал күн толығымен батып, ақшам намазы уақытының кіруі ауыз ашар уақытын білдіреді. Қаза оразаға ниет қалай жасалады? Қаза оразасының ниеті алдыңғы күннің ақшам уақытынан бастап, ең кеш сәресі уақыты біткенге дейін аралықта жасалуы шарт. Арнайы ниет дұғасы жоқ. Мәселен, былай ниет етуіне болады. Алла ризалығы үшін осы жылғы Рамазан оразасынан қалған пәлен күндік, мысалы 6 күндік, қаза оразаларымның бірінші күнін өтемекке ниет еттім. Ауызашарда қазақшалап тілек дұғасын жасауына болады. Қарыз оразаны өтеу кезінде сәресіге тұра алмай қалса, ештеңе ішпестен аузын бекітуге болады ма? Егер түнде ертең қаза оразасын ұстаймын деп ниет етіп жатқан болсаңыз, сәресіге тұра алмай қалған жағдайда еш нәр тартпастан ауыз бекітіп қазан ұстап кете бересіз. Ал жатарда ондай ниет болмаған болса, бұл күн қаза оразаға саналмайды. Өйткені қаза оразаның ниеті ең кеш сәресі уақытында жасалу қажет. Жатарда ондай ниеті болмаса, сәресіге ұйықтап қалған жағдайда еш нәр татпастан нәпіл оразаға ниет етсе рұқсат па? Нәпіл оразаға ниет етуге рұқсат. Қаза оразаны қай уақытқа дейін ұстап біту керек? Ханафи мазхабында Рамазан оразасының қазасын өтеу уақыты шектелмеген. Яғни, келесі Рамазан айына дейін немесе үлгермесеңіз одан кейінгі уақыттарды өтей аласыз. Дегенмен, уақытты созбай, тезірек өтеп алуға тырысқан дұрыс. Рамазан оразасынан қалған қазаларды да үзбей ұстау керек пе? Үзбей ұстау мәселесі 60 күндік кәфарат оразасына қатысты. Ал қаза оразаларында үзбей ұстау шарты қарастырылмайды. Бөліп-бөліп өтеуге болады. Қаза оразасын әдейі бұзған жағдайда 60 күн кәфарат оразасын ұстау керек пе? Қаза оразаны әдейі себепсіз бұзу күнә. Әйтсе де кәфарат өтемейді. Сол күнді қайтадан ұстайды. Қаза оразасы бола тұра нәпіл ораза ұстауға бола ма? Ханафи мазхабы бойынша болады. Дей тұрғанмен, алдымен қаза оразаны тезірек өтеп алу жағына мән берілген жөн. Қаза оразаны 3 күн айт біткеннен соң ұстай ма? Ораза айттың 2-ші күнінен бастап қаза оразаңызды ұстай беруіңізге рұқсат. Шәуәл оразасы мен қаза оразаларды бірге етіп ұстаса бола ма? Екеуі екі бөлек ғибадат болғандықтан бөлек-бөлек ұсталады. Мойнында Рамазан оразасының қазасы бар кісі қайтыс болса, ол отбасына тұта алмаған оразасының фидиясын беруді өсиет еткен болса, уәлилері, яғни марқұмның иелері не істеу керек? Марқұмның өсиеті артынан қалған дүние мүліктің 1/3-нен өтеледі. Өсиетті орындаушы туыстары әр қаза ораза күніне бір мұқтаж жанды тамақтандырады. Алла жасаған құлшылықтарыңызды қабыл етсін. Видео ұнаса, лайк басып, арнама тіркеліп, қоңыраушаны баса кетіңіз. Келесі видеода кездескенше, ассаляму алейкум уа рахматуллахи уа баракатух.